Сәлем достар, менің есімім Өміржол. Мен қазақ пікірсайысында 5 жылдан астам тәжірибем бар. Мен осы жерде осы тәжірибемен бөлісетін боламын. Бүгінгі таңда біз дебат форматы туралы сөйлескіміз келеді. Дебат форматы дегеніміз ережелер мен лимиттердің жиынтығы болып табылады. Осы ережелер адам санына, болмаса уақытқа байланысты болу мүмкіндіктері бар. Негізінен дебат форматы екі бағытта жүреді. Бірінші жекелей форматта, Линкольн Дуглас форматы болсын, президенттік дебаттық формат болсын, және де екіншіден командалық форматта американдық парламенттік формат, британдық формат және де Карл Поппер форматы осы форматтар арқылы жүреді. Бүгінгі таңда біріншіден біз көбінесе командалық формат туралы сөйлесеміз, себебі жекелей форматқа өту үшін осы командалық ойындағы нәтижелер бірінші орында ескерілетін болады. Американдық парламенттік формат ерекшелігі екі команда ойнайды бір-біріне қарсы. Басты ерекшелігі алғашқы сөйлейтін екі команданың да спикерлері соңында анализ үшін қайтадан уақыт алатын болады. Американдық парламенттік формат Қазақстанның оңтүстік бөлігінде көбірек таралған, Алматы облысы, Жамбыл облысы, Түркістан облысы және де оңтүстік Қазақстан облыстарында. Келесі формат бұл британдық парламенттік формат. Бүгінгі таңда британдық парламенттік форматта 4 команда ойнайды, 2 жақтаушы тарап және де 2 даттаушы тарап. Бұл артықшылық осы тақырыпты толыққанды қамтуға, толыққанды түбегейлі талқылауға өте үлкен мүмкіндіктер береді. Сол себептен де бұл форматта барынша максималды түрде қарардан пайда көруге болады. Бүгінгі таңда британдық парламенттік формат Қазақстанның орталық бөлігінде, Қарағанды қаласында, Нұр-Сұлтан қалаларында және де солтүстік бөлігіндегі Қостанай, Павлодар қалаларында, шығыстағы Семей, Өскемен қалаларында кеңінен таралған. Үшінші форматтың түрі ол Карл Поппер форматы. Бұл формат американдық парламенттік форматқа өте қатты ұқсайды, тек айырмашылығы аналитикалық бөлімде үшінші спикер қосылған, яғни командалар 3-3 бір-біріне қарсы ойнайтын болады. Бұл формат Қазақстанның түпкір-түпкіріндегі мектептерде ойнатылады, арнайы мектеп оқушыларына арналған формат болып табылады. Дебат форматы әртүрлі шектеулер қойғанымен, әртүрлі ережелер қойғанымен, ол ешқашан талқылауға, дамуға шектеу қоймайды. Сол себептен де дебат ойнаңыздар.